Саламатсыңдар ма балалар? Сәлеметсіз. Қалайсыңдар? Жақсы. Жалпы кітапханада кітап оқып отырған оқушыларды кездестіру қазір өте бір сирек кездердің бірі. Қандай кітап оқып отырсыңдар? Абайдың қара сөздерін. Менің естуім бойынша сіздер Киреевтер отбасының мүшелерісіздер, иә? Мен Киреевтер отбасылар туралы өте көп естігем. Біздің осы номер 42 шахтин гимназиясының бір үлгілі отбасылардың бірі. Жалпы өз отбасыларын таныстырып кетсеңдер. Кітап оқу отбасымыздың басты құндылығы. Мен бос уақытымда үнемі әкеммен, анаммен бірге кітап оқимын. Ал қазіргі сәтте бауырыммен бірге кітап оқып отырмын. Керемет. Ендеше осы біздің жобамыздың аясында Киреевтер отбасының мүшелерімен және олардың басқа да құндылықтарымен таныса кетсек. Менің отбасым шығармашылық жобасына орай мен осы Киреевтер отбасын таныстыра кетсем, олардың жалпы балаға беру тәрбие жағындағы құндылықтары туралы, отбасындағы жетістіктері туралы, жалпы отбасы мүшелері туралы айта кетсем. Киреевтер отбасы 2009 жылы отау құрды. Отағасы Киреев Рүстем, Қазақстан Республикасының мәдениет және өнер саласының үздігі. Анасы Алима, педагог, зерттеуші маман. Көптеген кітаптардың авторы. Отбасында 3 жыл тәрбиеленуде. Мансұр Месұлтан номер 42 Ахмет гимназиясының оқу озаттары және белсенділері. Ал Махмұд балабақша тәрбиеленушісі. Ал ендігі отбасы құндылықтарына көшетін болсақ. Әкесі мен анасы бала тәрбиесінде 7 құндылықты ұстанады. Жауапкершілік, сүйіспеншілік, ұлттық, еңбекқорлық, батылдық, кемелдену және жомарттық құндылықтары. Осы құндылықтарды ұстану арқылы балаға тәлім-тәрбие береді. Ал отбасылық дәстүрлері өте ерекше. Мысалы, кітап оқу, тал егу, қасиетті жұма, әнді сүйсең мен сүйсей және тағы басқа. Отбасы жетістіктері. 2018 жылы оқырман отбасы қалалық және облыстық байқауының бас жүлде иегерлері. 2022 жылғы мерейлі отбасы және парасатты отбасы бас жүлде иегерлері. Уральск Раннерс волонтерлық ұйымының қатысушылары бос уақыттарында біздің қаламыздың тазалығына атсалысып, салауатты өмір салтын ұстанады. Киреевтер отбасы өз құндылығын атасы мен әжесінен алып, сабақтастықты жалғастырушы ретінде қоғамдағы орны өте ерекше отбасы болып табылады. Жоба мақсаты отбасы құндылығын дәріптеу. Жанұя ішіндегі тәртіп, тәрбие, сыйластық пен мейірімділік, махаббат пен бір-біріне деген жылулықтың және тағы басқа қасиеттердің дамуы. Жалпы отбасы ұғымы туралы ақпаратты көрерменге толықтай түсіндіріп, оны жоба арқылы жеткізу. Жобадағы тақырып өзектілігі қазіргі заманда ұрпақтан ұрпаққа жалғасатын байланыс жоғалып барады. Қоғамда адамдар өзінің тарихи тамырын, отбасылық ұстанымдарын, дәстүрлерін ұмытуда. Баланың тұлғасын қалыптастыруда және оның тәрбиелеуде ең басты орын отбасына бөлінеді. Бұл мені жобаны іске асыруға жетеледі. Қойылған мақсатқа жету әдісі. Ата-ана мен бала арасында бірлік қарым-қатынас орнату. Тәрбиешілер мен ата-аналар баланы оқыту және тәрбиелеуде отбасының ерекше рөл атқаратынына баса назар аударып, бірлесе ынтымақтаса әрекет ету. Ата-аналардың өз отбасындағы әртүрлі тәрбие ұстанымдарын сыйлау. Нәтижелердің ғылыми және практикалық құндылығы. Отбасылық тәрбиелеу дәстүрлерін жаңғырту, отбасындағы бала тәрбиесі туралы педагогикалық білімдерді ата-аналардың қолдануы, отбасында серіктестік қарым-қатынастарды дамыту. Осы таңдаған отбасы туралы толық қызықты ақпараттарды жинап, бейнеролик көмегімен көрермендерге таныстыру, дәріптеу. Отбасы мүшелерімен сауалнама, интервью алу арқылы ақпараттар мен кеңестерді жинақтап, жобаны қорғау. Жұмыстың негізгі қорытындылары. Киреев отбасының таныстырылуы, көптеген ақпарат жеткізілуі, осы жанұяның дәріптелуі. Жобаның тақырыбы, мақсаты, отбасы құндылығы насихатталуы, көрнекілік материалдардың қолданылуы, жоба шарты мен тақырып өзектілігі, мақсатқа жету әдістері мен нәтижелердің ғылыми және практикалық құндылығының толық қорғалуы. Киреев отбасының және әрбір мүшелерінің жетістіктері туралы ақпараттар мен ұстанатын дәстүрлерінің таныстырылуы.